Александр Бекпен қалай таныстыңыз, Бауыржан? Оны Бектен сұрағын. Мен оны Бектен де сұраған болатынмын. Бірақ Бек маған жарытып жауап бермеген. Оның 1968 жылы шыққан «Почтовая проза» дейтін кітабының алғашқы беттерінің бірінде кішкентай ғана 4 абзац бар. Онда Бек 1942 жылдың басында Старая Русстанның түбінде тұрған Панфилов дивизиясын іздеп барғанын, генерал Панфилов жайында материал жинағанын айтады. Екінші орталық кейіпкерім Бауыржан Момышұлында өмірдің өзінен алдым. Оның полкында бір айдай болып, марттың бас кезінде кейін қайттым. Кетерімде полк комиссары Лагвиненко мені шығарып салып тұрып: «Сіз қыранның ұясында болдыңыз, байқаңыз, тарауыз балапан болып қап жүрмеңіз» деп еді. Осы сөз әрқашанда ойымда жүрді. Повестке кіріспес бұрын Панфиловшыларға тағы да 5-6 рет барып қайттым. Одан кейін барып повесті жазуға отырдым дейді. Бектің маған бар айтқаны осы ғана болатын. Бұл таныстық жайын Бектен көрі Александр Кривицкий 1964 жылы шыққан «Ұмытпан мәңгі» деген кітабында әлдеқайда толық етіп баяндаған еді. Мен соны есім алдым. Кривицкий кітабының Москва қақпасының сақшысы деп аталатын ең алғашқы бөлімінде Момышұлының көк дәптері және Бранденбург қақпасы деп аталатын 2 тарау бар. Оның біріншісінде атақты 28 батыр жайында Красная звезда газетінде ең алғаш очерк жариялаған әскери тілші Кривицкийдің Москваға Момышұлының көк дәптерін ала келгені айтылады. Көк дәптер иесінің парасатты, білімді командир екендігі суреттеледі. Оған дәлел ретінде автор көк дәптерден бірнеше мысалдар келтіреді. Бауыржан Момышұлының солдаттарда отаншылдыққа тәрбиелеу жөніндегі ойларын, пікірлерін айта келіп, мұның өзі жүйелі әскери ғылым боларлық дүние екендігін көрсетеді. Ал Бранденбург қақпасында Кривицкий Бауыржан Момышұлы мен Александр Бек екеуінің қалай танысқанын баяндайды. Соғыс басталған күні Александр Бек Москва түбіндегі дачада «Талант» деген соғыстан соң аяқталып Бережковтың өмірі аталған романын жазып жатады. Соғыстың хабарын ести сала, жаңа басталған романды жинап тастап дереу Москваға келеді. 2 аптадан соң өзі тіленіп, Москваның халық жасақшыларынан құрылған Краснопресня атқыштар дивизиясына алынады. Жаз бойы сол дивизияның құрамында болған Бек сол 1941 жылдың күзінде Знамя журналының әскери тілшісі болып ауысады. 28 батыр жайында очерк жарияланғаннан кейін бір күні Бек Красная звезда газетінің редакциясына келіп, Кривицкиймен жолығады. Егер сен сол батырлар жайында көлемді ештеңе жазбасаң, мен жазайын деген ойым бар еді дейді. Әскери газеттің күнделікті әуре сарсаңымен жүрген Кривицкий ондай ештеңе жазуға мұршасы жоқ екенін, мүмкіншілік тапқан күннің өзінде күрделі нәрсе жазу қолымнан келмейтін шығар деп қауіптенетінін айтады. Сонымен 1942 жылдың февралында Бек пойызбен Қолым қаласының түбінде тұрған Панфилов дивизиясына жөнеледі. Дивизия саяси бөлімінің бастығына 28 батыр шыққан Капров полкына жібереді. Капровқа келсе, онда офицерлердің мәжілісі болып, алдағы бір шабуылдың жоспары талқыланып жатады. Мәжіліске құлақ салып отырған Бектің назары орысша өте жақсы сөйлейтін, үні құлаққа жағымды, ой жүйрік қазақ капитанына ауады. Капитан талқыланып отырған жоспарда тас-талқан етіп өз ұсынысын баяндайды. Мәжілісте сол капитанның айтқаны қабылданады. Москвадан келген жазушы менің осы капитанмен бірге кетуім керек деген ойға келеді. Оның соңынан қуа шықса, капитан ауыз бөлмеде әлдегіммен телефон арқылы сөйлесіп жатады. Есіктен шыға берген Бек капитанның «Я көрдім, маған оның көзін ұнамайды» деген ашулы сөзін құлағы шалып қалады. Осыдан кейін Бек асқалақтай бастайды. Менің көзім бұл капитанға неге ұнамайды деп өзінен өзі қуыстанып есі шығады. Осындай қолайсыз күйге түскен ол үйден шығып, орманға қарай беттеген капитанның соңынан қуып жетеді. Ол өзінің болашақ кейіпкері Бауыржан Момышұлымен осылай танысады. Танысқаннан кейін ол «Айтыңызшы, капитан, менің көзім сізге неге ұнамады?» деп сұрайды. «Қайдағы көзді айтасыз?» дейді. Алда кетіп бара жатқан Бауыржан артына бұрылмастан. «Менің мына көзім» дейді Бек, қолын өзінің көзіне тақап.
Сіздің көзіңізде менің шаруам жоқ. Сіз солдат немесе қыз емессіз ғой, мен көзіңізге қарайтын. Осы жаңа ғана сіздің мен туралы маған оның көзін ұнамайды деген сөзіңізді өз құлағыммен естідім ғой. Бауыржан кілт тоқтап, артына жалт бұрылды да: жолдас жазушы, сіз өзіңіздің көзіңізді, құлағыңызды, тұмсығыңызды өзіңізге қатысы жоқ іске сұқпаңыз дейді Бекке қатаң үнмен. Мен жаңа штаб бастығымен сөйлестім. Оған артиллерия дивизионы бақылау пункттерінің жайын баян еттім. Біз бақылау пунктін артиллерияның көз деп атаймыз. Маған сол пункттердің жабдықталуы ұнамады. Түсінікті ме сізге? Алғашқы таныстықтары осындай оқиғадан басталған Бек полк командирі Момышұлының қасында бір айдай болады. Неге екені белгісіз. Кривицкий алғашында Бауыржан Бекті неше түрлі қинауға салды. Онымен сөйлескісі келмеді. Сырын айтпады. Әдебиет үшін Бек оның талай қорлығына көнді. Ақыры ол жеңді. Бауыржан әңгімесін айта бастады деп суреттейді. Дивизиядан кетерінде полк комиссары Петр Лагвиненко оған: сіз ранның ұясында болдыңыз, бірақ өзіңіз қарға болып шығып жүрмеңіз деп еді дейді. Бұдан кейін Кривицкий Бектің алған материалын толықтыру үшін дивизияға екінші рет келгенін, одан соң жазған блокноттарын жоғалтып алып, оның үшінші рет келгенін айтады. Бек қанша қаймығып келгенімен үшінші ретте де Бауыржан оған әңгімесін айтып береді. Сөйтіп, Волоколамск тас жолының алғашқы повесі 1943 жылы Знамя журналының 5-6 нөмірлерінде, екінші повесі бір жылдан кейін дәл сол нөмірлерінде басылып еді деп Кривицкий әңгімесін аяқтайды. Автор: бір кезде адамдар тыңды көтерді, тың адамдарды көтерді деген нақыл сөз туған еді. Ол сияқты Бек сізді көтерді, Бекті сіз көтердіңіз емес пе? Кітап бітті, атақ шықты. Ендігі ара қатынастарыңыз қандай? Бауыржан: Бектің кітабы барлық социалистік елдерде басылып шықты. Польшада оны біздің Абай жолы романы сияқтандырып, инсценировка жасап сахнаға қойды. Ол ағылшын, француз, неміс, итальян, испан, грек, фин, араб тілдеріне аударылды. Финляндияда әскери академияда арнаулы сабақ ретінде өтеді. Бауыржан әңгімесін үзіп, Қазақстан сигаретіне тағы да қол созды. Оның соңғы сөзі подполковник Омарбаев айтқан бір әңгімені есіме түсірді. Мұқан Омарбаев Ташкент қаласындағы Рахимов станциясының маңында тұрады. Ол екеуміз 4 жыл майданда бірге болдық. Мұқан әлі күнге дейін әскери қызметте келе жатыр. Ол менің сонау соғыстан бері арамыздан қыл өтпеген ескі досымның бірі. Осыдан 2 жыл бұрын жолаушылап келе жатып Ташкентке соқтым. Мұқан елдің хал-жайын сұрап, мәз-мәйрам болып қалды. Бауыржанның қалы қалай деді ол бір сөздің ретінде. Көріп жүресің ба? Көремін, аман есен. Менде Бауыржанның Москва үшін шайқас дейтін кітабы бар, деді подполковник. Ендерді сағынған сайын сол кітапты бір оқып қоямын. Ал енді бұл нағыз ерлік кітабы, елдік кітабы ғой шіркін. Онымен бірге мен оны адалдықтың, адамгершіліктің, отаншылдықтың уставы деп білемін. Қазір мынау жыл сайын қарамағымызға келіп жататын жас солдаттарға осы кітапты сабақ ретінде оқытар ма еді деп ойлаймын. Әйтпесе, жоғары білім министрлігі институттарда өтетін әскери іс сабақтарында осы кітапты оқытса қандай жақсы болар еді. Мұның ішінде тактикада, тәжірибеде, ұрыста, ұтыста бәрі де бар. Бұл бар уставтардың ойлы да ұтымды жиынтығы. Бұл жеңіс кітабы. Әр тарауы әскери ғылым, азаматтық білім. Біздің жас солдат кезімізде мұндай кітап болған жоқ. Бұл кітаптың әскерге жыл сайын алынатын жас солдаттар үшін, Совет армиясының болашақ ұрпағы үшін, социалистік отанымыздың мызғымас беріктігі үшін қосып отырған, алда да қосар үлесі мол, мәңгілік үлесі бар кітап бұл. Мен осылай бағалаймын. Подполковник сәл ойланып алып сөзін қайтадан жалғады. Кешегі соғыс халықтың миына тайға таңба басқандай етіп, оның ерлерінің атын мәңгі есте қалдырып кетті. Ол ешқашан ұмытылмас ерлердің бір Бауыржан ғой. Есіңде бар ма? Бауыржанның есімін ең алғаш мен сен берген бір журналдан оқып біліп едім. Одан бері ол менің ешқашанда есімнен шықпас. Мынау Шымкент, Жамбыл облыстарына жолаушы барғанда оның жаңа шыққан кітаптарын әдейі сатып алып жүремін.
Бүгінгі подполковник кешегі Ұлы Отан соғысының солдаты осылай деген еді. Өйтіп, біріншіден, Бек менің атымды ең алғаш дүние жүзіне танытты. Екіншіден, ол менің жазушылық жолға түсуіме түрткі болды. Міне, осы үшін мен оған әрқашанда рахмет айтамын. Автор. Менің өз басым кейіпкер Бауыржанды кәдуілгі Бауыржаннан жоғарау деп ешқашанда есептеген емеспін, Бауке. Жаңа сіз біздің жасаған өзара шартымыз бар дедіңіз. Ол не шарт екенін сұрауыма бола ма? Бауыржан, ол кәдімгі шарт. Бекпен екеуміз жасасқанбыз. Алғашында ауызша уәделестік. Бұл Бек кітабының бірінші тарауының соңында айтылады. Онда кітап дайын болғаннан кейін автордың оны маған әкеліп оқуға міндетті екендігі көрінеді. Егер ол дұрыс жазбаса, онда менің не істейтінім айтылады. Ол тұс әзіл сияқты болып суреттелгенімен, екеуміздің тек қана шындықты жазуға ерттескеніміз рас болатын. Кейіннен біз ол шартымызды қағазға түсіргенбіз. Оқимын десең, көрсетуіңе болады. Мен басымды изедім, Бауыржан дауыстап әйелін шақырды. Әйелі ішкі бөлме жаққа барып, үлкендігі кішігірім папка тәріздес қызыл сафиян дәптерді әкеліп, күйеуінің қолына берді. Бауыржан оның орта тұсынан бір-ақ ашты да, машинкаға басылып, дәптерге жапсырылған 3-4 парақ қағаздың тұсын нұсқап, менің алдыма қойды. Мә, оқығын. Керек етсең көшіріп алғын. Мен ана жаққа шығып аздап жүріп білейін. Бөлмеде оңаша қалған мен Бауыржан алдыма қойған қызыл дәптердің ашулы тұрған бетіне көз салдым. Оның ең басында наш договор деген екі сөз машинканың үлкен әріптерімен жазылған екен. Бұрын өзім естімеген бұл жаңа деректерді мен қызыға оқып шықтым. Ол шарттың өзім қазақшалаған нұсқасы мынадай болды. Біздің шарт Панфилов дивизиясының Талғар полкының жауынгерлері мен офицерлеріне әдеби ескерткіш орнату жайындағы ортақ тілекпен біз Александр Бек пен Бауыржан Момышұлы 1942 жылдың басында Майдан даласында ауызша шарт жасасқан едік. Енді соны қағазға түсіруді қажет деп таптық. Бірінші, Москва түбіндегі ұрыстарда аға лейтенант Бауыржан Момышұлы командир болған Панфиловшылар батальоны мен Талғар полкының жауынгерлік жолы жайында Александр Бек Волоколамск тас жолы атты 3 немесе 4 повесттен тұратын кітап жазады. Александр Бек кітаптың автор болады да, ал Бауыржан Момышұлы оның естеліктері, ауызша әңгімелері, ойлары, әскери жазбалары кітаптың материалы болады. Сонымен бірге, бұл тақырыпқа тікелей немесе жанама қатысы бар басқа материалдарды екеуара келісе отырып кітапқа пайдалануға әбден болады. Александр Бек жұмыс документі ретінде Бауыржан Момышұлы өз қолына берген барлық материалдарды, ойларды, әңгімелерді, әскери жазбаларды үшінші адамға көрсетпеуге, екі адамның өзара сыры құпиясы есебінде сақтауға міндеттенеді. Екінші, Волоколамск тас жолы кітабы көркем қиялдан жасалатын үйреншікті әдеби туынды емес. Панфиловшылардың аты жөндері толық сақталып, олар қатысқан ұрыстар сол қалпында суреттелетін әскери документті шығарма болатындықтан, кітап үшін тек Александр Бек қана жауап беріп қоймайды. Сонымен бірге, кітаптың шындығы үшін Панфиловшылардың аруақ алдында, тарих алдында және замандастар алдында Бауыржан Момышұлы қоса жауап береді. Сондықтан Бауыржан Момышұлы Александр Бектен шығарманың көркем шындығы өмірде болған оқиғамен барынша дәлме-дәл келуін, ол оқиғалардың педанттық дәлдік пен ұсақ документализмнің ізін қуаламай, үлкен шындықтың жиынтықтау елегінен өткізіп, қорытындылауын талап етуге міндетті. Егер әдеби тәсіл, стиль, жазу мәнеріне байланысты қажет болса ғана, онда да екеуара ақылдас отырып, нақты болған оқиғадан сәл-пәл ауытқуға болады. Онда да мұндай ауытқудың салдары соғыс өмірі шындығының қан төгіп, жан қиып жинаған қасиетті документіне өлеңке түсірмейтін болса ғана солай етіледі. Үшінші, Бауыржан Момышұлы кітаптағы барлық әскери психологиялық мәселелердің дұрыстығына жауап береді. Бұл мәселе жөнінде Александр Бек пен екеуінің арасында дау туса, онда кесімді сөз Бауыржан Момышұлынікі болады. Ал арада
Әдеби мәселе жайында дау бола қалса, онда шешуші сөзді Александр Бек айтады. Төртінші. Кітап қолжазбасының тұңғыш редакторы Бауыржан Момышұлы болады. Тек Бауыржан Момышұлы мен ақырғы тоқтамға келгеннен кейін ғана Александр Бек кітап қолжазбасын баспасөз бетіне ұсынады. Содан кейінгі редакциялық және басқа да өзгертулерді мүмкіндігінше Бауыржан Момышұлымен келісіледі. Онымен бірге біз болашақ үшін негізгі дана деп тек екеуара келісілген қолжазбаны ғана, одан кейін ешқандай өзгерту түзету енгізілмейтін санаймыз. Оның бір данасы Казфанда ғылым академиясының қазақ филиалында Бауыржан Момышұлының өзге материалдарымен бірге оригинал есебінде сейфте сақталады. Ол документтерді егер Бауыржан Момышұлы қалдырған өсиетті орындайтын болса, Александр Бек еркін пайдаланатын болады. Бесінші. Кітапты қазақ тілінде шығару үшін Бауыржан Момышұлының басшылығы мен қазақ жазушыларының Бектің қолжазбасына өзгертулер, қосымшалар енгізуіне, сөйтіп оны Бауыржан Момышұлының қазақ және орыс тілдеріндегі басқа материалдары, очерктер, әңгімелер, мақалалар, өлеңдер, әскери жазбалар және басқалар сияқты алғы нұсқа ретінде пайдаланып, мейлінше қайта жөндеулеріне болады. Егер мұндай жөндеулер кітап текстінің 50%-нен асса, онда мұқабаға жаңа автордың немесе авторлардың қазақ жазушыларының аты қойылып, автордың атынан кейін Александр Бектің кітабы және Бауыржан Момышұлының материалдары бойынша деген сөздер жазылады. Егер ондай жөндеулер кітап текстінің 50%-нен аз болса, онда кітаптың авторы болып Александр Бектің өзі қалады. Бірақ кітап бетінде қазақ тіліндегі басылымын өңдеген пәленше деген жазу тұрады. Бұл мәселені реттеуді Александр Бек Бауыржан Момышұлының еркіне береді. Ал Бауыржан Момышұлы аудармаға және жөндеу жұмысына жетекші болуға міндеттенеді. Александр Бектің кітаптың орыс тіліндегі келесі басылымдарында алғы сөзді атап көрсете отырып, қазақша басылымынан қалаған жерін алып қосуына қақысы бар. Алтыншы. Бұл шарт 1942 жылдың март-апрелінде Майданда жасалды. 1944 жылдың 18 декабрінде Москвада қағазға түрілді. Александр Бек, Бауыржан Момышұлы. Мен шартты көшіріп бола берген кезде бөлмеге Бауыржан кірді. Кәріліктің қақпанына түсті деген осы екен қарағым, деді ол маған мұң шаққандай болып. Ішіме ыпыстық, күншуақ орнап, өзімнен өзім күлімсіреп, көңілденіп жүретін жастық шағым жеткізбей зымырап алыстап барады. Бұрын оны жылдар өтсе де аңғармайтын едім. Қазір соны күн сайын көріп, сағат сайын сезетін болдым. Көргенмен сезгенмен қайран жоқ, жарқ-жұрқ етіп алыстап бара жатқан жастық шағың айғай салсаң да аялдайтын, артына қайырылып қарайтын емес. Мен жазуымды тоқтатып, оның айтып келе жатқан сөзіне құлақ салып қалған едім. Бауыржан соны аңғарды да дереу сөзін доғарды. Одан соң төсегіне жайғасты да менің көшіріп болуымды тосып үнсіз отырып қалды. Болдың ба? Болдым ба өке? Болсаң оқып шық. Жаңа көшірер алдында бір рет оқып алғанмын, дедім мен енді оны қайта оқып уақыт кетірмейін деп ойлап. Сенің не көшіріп алғаныңды менің білуім керек емес пе, деді ол маған зейілдене үн қатып. Бауыржанның шартты менің қаншалық дұрыс көшіріп алғанымды тексергісі келіп отырғанын енді аңғардым да, оны басынан аяғына дейін жайлап оқып шықтым. Енді түсінікті ме? Түсінікті. Бұл шартты Бек екеуміз Волоколамск тас жолының алғашқы 2 повесі біріктіріліп, 1945 жылы шығар алдында жасадық. Кітап шыққаннан кейін жазушы Бектің еңбегіне лайықты баға берілді. Отставкаға шыққаннан кейін қолыма қалам алып өзім жазуға кірістім. Осыдан соң біраздан кейін 1958 жылы қазақ әдебиетінің Москвада өтетін 10 күндігінің қарсаңында менің «Занами Москва» кітабым жарыққа шықты. Жоғарыда Бекке рахмет, ол менің жазушылық жолына түсуіме түрткі болды дегенімнің мәнісі осы қарағым. СССР жазушылар одағында болған талқылауда Москва үшін шайқас кітабы жайында 11 адам шығып сөйледі. Генерал Вершигора бастаған 10 адам кітапты мақтап шықты да, тек бір адам ғана жамандауға тырысты. Ол оқиға менің көз алдыма келді. Момышұлының Москва үшін шайқас кітабы
талқыланып біткеннен кейін үзіліс болды. Біз дәлізге алдымен шығып жұртқа көз салып тұрған едік. Жақалы белуарына түсердей ұзын, өртпақ денелі келген генерал Петр Вешигора мен полковник Бауыржан Момышұлы екеуі қатар шықты да бірге тұрып темек тартысты. Осы кезде екінші жақ есіктен қасқы маңдай жарқырап Мұхтар Әуезов шықты да бірден Бауыржанға қарай бұрылды. Әлі Бауыржан, біздің бәріміздің ішіміздегі ең модный жазушы сен болдың бүгін. Сенің кітабың жайында қисапсыз көп адам өсілі пікір айтты, құтты болсын, қайырлы болсын, Астанадан алған бағаң деп Мұқан қос қолдап тұрып Бауыржанның қолын қысты. Сенің соғыста қаның төгілген жерде ерлігің ғана емес, әдеби еңбегіңнің де ерекше бағаланғанына қатты сүйсініп отырдым. Мен мұна Петр Петрович сияқты соғыстың білгірі адамы Байсалды да беделді пікір айтқанына дән риза болдым. Осылай деп Мұқан Вешигораға басын иіп, оның да қолын қысты. Одан соң кері бұрылып, жолдағы жұрттың бәрімен бас изей сәлемдесіп, Мұқан секретарлардың бірінің бөлмесіне кіріп кетті.